Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Мінекей қараңыздар, мынадай үйге арналған домашний тапочкалардың табандарына және жіптеріне заказ берген болатынмын. Міне соның посылкасы келіпті. Қазір ашатын боламыз, ханымдар. Қараңыздар, қандай әдемі узорлар. Егер осындай тапочкалар тоқып үйренгілеріңіз келсе, комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздерге көрсететін боламын. Мінекей, мен бұл заказды Алматы қаласынан бердім. Қазір ішін ашып көрейік, не заттар бар екенін. Точнее, қандай затқа заказ бердім мен. Соны сіздерге көрсететін боламын. Ашып жатырмын. Абайлап ашу керек екен. Ішінде жіптері тұр. Абайлап ашу керек. Алдын осындай бір тағы распаковка жасаған кезімде мен оны Pinduoduo сайтынан берген болатынмын. Қазір мен бұны Алматы қаласынан беріп жатырмын, қыздар. Қазір мен сіздерге барлығын көрсететін боламын. Бұл бізде міне домашний аяқ киім тоқуға арналған табандар. Бұлар маломерка жүргендіктен каждый линейкадан 2 размерден бердім. Мінекей 42-43, қоңыр түсті, қызыл түсті 40-41. Бұлар тоқылған кезде ханымдар 2 размерге, 1 размерге қысқаратын болады. Мінекей 40-41, мына 42-43. 42-43-тан 2 салыпты. 42-43-тан 4 салыпты мінекей. 38-39-дан мінекей бір қара, бір ақтан, бір қара, бір қызылдан салыпты түстері. 36-37-ден бір қызыл мұны. 36-37-ден және 40-41 2 мындай бамбук қара табаннан қалған екен, я. Так. Және мен мына жерде 2 детский табанға заказ берген едім. Мына 38-39. Міне мен 5 жасар қызға домашний тапочкаға табанға заказ бердім. 30-31 размер мінекей. Детский аяқ киім тоқып көрсетейін, көремін. Мына жерде менің запискам шықты. Бұны кейін қарап оқып аламыз. Ал енді біз жіптердің палитрасына келейік. Бұл бізде иранский жіп, мінекей. Түсі мынандай 2 күлгін, фиолетовый деп айтамыз. Және мынандай ашық розовый түсті. Мінекей мынандай қоңырқай түсті, сұр түсті. 2 мынандай бежевый сияқты түстен, бір мынандай голубой түстен мінекей, бір мынандай оранжевый түстен, бір қызыл түстен, мінекей бір қара түстен, бір қанық жасыл түстен заказ берді. Және ханымдар, қараңыздар, мынадай жұмсақ мамық велюровый жіптен, мынадай розовый жіптен заказ бердім. Және мені қараңыздар, өзім мынандай радужный болып келген, мені сары, розовый, голубой цвет, көк, розовый, сары түс араласқан. Осындай 2 жұмсақ жіп берген болатынмын. Бұл жіптерден мен сіздерге жаңа көрсеткендей дайын менде тоқылған мынадай аяқ киімім бар. Осындай қылып
Мінекей қараңыздар. Осындай әдемі зефирный аяқ киім тоқып алуға болады. Қараңыздар, қандай әдемі ханымдар. Өте керемет. Көріп тұрсыздар ғой? Мына осылай тоқуға болады. Егер де сіздерге осындай аяқ киімдерді қалай тоқу керектігі тегін мастер-класс қаласаңыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Міндетті түрде мен сіздерге түсіріп салатын боламын. Және бұл жолы мен үйге арналған жұқа балетка табандарға заказ бермедім. Ондай табандардан біз, неге қараңыздар, мынандай табанды айтып жатырмын. Біз мынадай үйге арналған жіптерімізді дұрыстап қойып алайық. Бізге кедергісін келтірмесін. Неге қараңыздар, мындай үйге арналған шәрке дейміз ба, сапожки дейміз ба, осындай тоқуға болады. Және иранский жіптің бір қабатынан мынадай балетка тоқуға болады. Асты жібек жіптен тоқылған. Мен мына жерде балетканы 3 түрлі жіппен тоқыдым. Мынау түріктің жібі Ализе, Лана Голд, мінекей. Ал мынау кисловодский российский жіптен. Таза шерстен. А мынау турецкий жіпті қосындысы 25% акрил болса, 75% шерстен тұрады, жүннен тұрады. А мында кисловодскийда бұл таза жүннен жасалған аяқ киім. Бұларға әлі мына жеріне украшение жасаймыз. Содан кейін бұлар әдемі болып шыға келеді. Дайын тұрған дүниелер осы. Енді біз осы алған табандарымыздан керемет дүниелер шығаратын боламыз. Мен сіздерге мынаны көрсетпеппін. Барлығы басы жабық аяқ киім. Мына шведкамыз бізде. Басы ашық аяқ киім. Бұл Ализе Дива жібінен тоқылған. Мінекей. Өте ыңғайлы. Бұны аяқ киімді негізі Иран жібінен тоқсаңыз да болады. Ализе Дива жібінен тоқсаңыз да болады. Болмаса жібек жіптен тоқсаңыздар болады. Алдағы уақытта негізі сыртқа киюге арналған аяқ киімдер топтамасын шығаратын боламын. YouTube каналымнан алыстамаңыздар. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Мінекей менің бүгінгі распаковка чек осы жіптерге, табандарға. Мына жіптердің палитрасы өте әдемі болып тұр. Ханымдар, өзіме ұнап тұр. Мінекей қараңыздар. Осындай керемет дүниелер шығайын деп тұр. Алла бұйыртса. Сонымен сау болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.